Olsa da ne yapalım? Paramızda bilip dursun. Başlaganda değil, sizler ülken bardaki jatlar tanıştırın. Bunlar eskiden katarakta kana var. Anında aracağında tamırcanlığı var. Talep oturmuş. Nizonu? Mene münacıda men işlep çıkkan. Biri bilip tanı bilsin degen ängime. Argy mözi oyda. Yakın turundan. Yakın. Ata-analarımız beğenince almışı. Kelinlerinde basın bir jet. Ertesinde ev takına ağlarına çalmış onda. Так, näwre polfinal. Қазір мына жерге общий ашылуын жасаймыз сол кезде тұрсыңдар. Оған кіргенше жақсы екен. Бәленбай машина жинап алып деп. Мына жағын біреу ұсташы. Бара келіп ұсташы. Берге кел ұста. Енді тұра тұрыңдар, енді тұра тұрыңдар. Бес жоқ па? Қандай Ана, жыртырамаңдар, ол қазір ресторан қылмайды анда. Нұрбол шықпашы. Профессор қайт. Мен олар история оқымаған ғой, мына әбе мыналар оқымаған балалар ғой. Райымбек қай жылғы? Сол кісімен қатар өмір сүрген ба деймін? 1711. Кім? Райымбек па? Иә. Қой, 85 бермей қойсаң шана жіпті берсең сабаға. 85 жылға қайтыс болған ғой. 1800 ба? 1711. Жоқ, 11 емес. Дүниеге келген уақыты 8. Жоқ, 1800 ба? 1710. 1700. Ой, қайдарсыңдар? Үлкен адамдар тұрған кезде салам берсеңдер, аттан түсірсіп салам береді. Ата оғылын солай салам береді. Содан бастайық. Атқа мінгенің рахмет. Осыны ұмытпай жүріңдер. Ода тұрған істер. Қазір көп бар. Бейріз месекінде қазір көп бар. Бағдарлама бойынша әдемде бастаңыздар. Бағдарлама бойынша. Мынаның бәрін ана жерге баннер ілгізіп қойдық. Мынаның бәрі полный видео, фотоға алсын. Бір-екі алсын. Ана алысырақ жерге, машинаның алысырақ жерін басып. Қазір толық жоқ, ана машинаның алдына барамыз. Аналар алысы. Аттар бұлай тұрады. Аттар бұлай тұрады. Қалай жасаймыз? Аттар толық кетіңдер. Болудан мүмкін. Мына екі сен суретінде бар, бірақ ол насыл. Сол өме қолдым. Әйтеуір мына қарағайния, мына тауды Жоқ, соны осы жолмен заказ беріп кеттім. Оны алтынмен әдемілеп өзіміздің мына светлый сияқты жасататын болдық. Ондай бізде. Ол кезде сурет бола қойған жоған парманы салынды. ұрпақтарының көзі бар ғой енді. Ұрпақтарының көзінің біреу алынды. Оған анау мынау деудің керегі жоқ. Енді бұл жерде кішкене мына біздің ана Бәкір бабамыздың басына қойған жылменен мынадағы жылдардың айырмашылығы бар. Осыны кітап бойынша кетсін деді ғой. Кітап бойынша қарасаң Аламын. Номрай әкеміз бар. Иә. Ол кісі қаншасында өлді? Бәк атам қанша жасында өлді? Сонынан міне. Сонда енді ана кісі өтірік айтпайды ғой, мен 8 жастағы бала болатым дейді. Соның қойын көп адамдар бұл кісінің қайда жерленгенін білмейді екен. Сөрді шыммен қоршағамыз деп отырып, қыстың күні болатын. Кәкіраз аны қар үйілі тұрды, көрсетті. Міне де, мына қоршауы елді. Қанша жыл болып кетті, жер болып кетті, бірақ сорабы жатыр. Кейін басын орнататын кезде Жалғыз жүретін батыр болғасын.
Балаларың, қыздарың бар, ауылдама жейін? Қыздарым ауылда. Көкбаршыларға сәттілік тілейміз. Бар, сөйлесең керек. Жинақ. Қазір жігіттер былай ғой. Мал сойып бәрін еғаннан кейін общий фото түсірген кезде жылқылар адамдардың артына қарай кетіп қалатындар да, алдында адамдар артында жылқылар тұрады, кішкене поз жақсы болсын, жарай ма? Қош келдіңіздер деп официально бастайық та, сіздерден бата алайық. Келістік қой, Бәкатамның жасын берсін. Міне осы Бәкатамның ұрпағынан тарап бәленбай семья болдық. Өсіп өндік, мен бұған Құдая тауы айналаңыздарың егілікті. Аман есен болыңдар. Әр уақытта осындай жақсылық шараны өткізіп тұрыңдар. Мына көкпар тартып жүрген балаларым бәріне Алла амандық берсін. İstеген істер игілікті болсын. Аман есен болып осындай жақсылықты бас қосуға Алла нәсіп етсін. Амин. Айтқаныңыз. Кетіп па? Жоқ, сіз мынаны ғана сөйлей беріңіз. Бүгінгі мен бұлай сөйлей берем ғой. Ұлы жүз Албан тайпасының бозынан тарайтын Сары руының Тайлақ атаның тараған Бәке атаның 5 баласы Байбатшы атамыз, Мұрат атамыз, Раз атамыз, Молдашби атамыз, Молдасан аталарымыздың ұрпақтары бірігіп, бүгін Бәке атамызға, яғни Күзенұлы Бәке атамызға үлкен ас беріп, көкпар ойнатып жатыр. Құрметті ағайын, барлықтарыңыз осындай үлкен біздің іс-шарамызға қош келдіңіздер. Ал енді былай жасайық. Басады, айттың қазір камераға түсіріп. Дронды қаяқтан бастайсыз қазір? Дронды ана жақтан ба? Бүгін біз мінеки Кеген ауданында, Жалаңаш ауылында, мына Тоғызбұлақ пен Жалаңаштың ортасында үлкен алаңда Бәке атамыздың 5 баласы бірігіп, үлкен ас беріп, сонымен бірге бүгін бір үлкен көкпар беріп отырмыз. Осы көкпардың татпас бұрын біз бүгін көкпарға не беріп отырмыз, соны қысқаша айтып кетейік. Бүгін көкпарға біз салымға жалпы 100 мың теңге атап отырмыз. 100 мың теңгеден бөлек қосымша бізде Жолсейіт Молдасанов атамыздың немересі, мінеки бауырымыз. Молдағұл бауырымыз бір серке, үлкен серке атап отыр. Серке атап отыр. Енді қараңыздар. Бұл көкпардың негізгі тәртібі бойынша бірінші біз ашылуына, яғни жаңа қайда бауырымыз беташар. Беташарына 5 мың теңге береміз бірінші. Қалған ары 5 мың, бері 5 мың. Қалған салымдардың бәріне 2 мың теңгеден әрбір балаға беріп отырамыз. Келістік па жігіттер? Келістік. Беташар барып келу 5 мың ғой? Беташар барып келу 5 мың теңгеден. Ал енді жігіттер, бір-біріңді арандатпай, бір-біріңді сыйлап, Көлік жаққа жақындамай-ақ қойайық. Қызды сыйлаңдар, жалғыз қызды сыйлаңдар. көкпарды жақсы өткіземіз ба?
Бүгінгі Бәкі атамызға беріп атқан көкпарымыз, асымызда беріп атқан көкпарымыз, салым көкпар, салым қоры 100 мың, өгіз өлтісіне 1 ешкі. Кім атынан, қай атаның баласы бәрін айтып кетіңіз? Мен Молдасан ұрпағы, Молда ауылдың немересі Бекбол болам. Әкем ат Бекболра. Жақсы, аха. Әбе, Әбілақат қайда? Ағайын, өте керемет іс-шара болып жатыр. Мына Бәке бабамыздың 5 баласының ұрпақтары жиналып, өте іс-шара жақсы өтуде. Енді есімім Әбілақат Мәлиұлы, Жапақ немересі, Молдас би шөбересі. Мен әкемнің рұқсатын алдым, өз атымнан 10 мың теңге бір салым. Қабыл алыңыздар. Ал, құрмет. Ал, кес, тұр, айтсын жаңа. Би атамыздың шөбересі, Еркінбектің баласы Айдын. Бір салым бер. Бір салым. Ай, бәрекелді, құрмет. Ал енді, Айбар. Молдас би ата шөбересі, Құрманжан ата немересі, Бақыттың баласы Айбар. Бір салым ба? Ай, бәрекелді, молодец. Так, кім жеңіс сөйледі? Жоқ, сөйлемеймін. Ашик, ұрсасың бәріміз жанымыз шығар. Құрметті ағайын туысқандарым, бүгін енді үлкен атамыз Бәкі атамыздан тараған 5 бала спирейт деп жатырмыз. Үлкен арамыздағы кореялардан қазір мына 2 арнайы осы асқа арналған малымызға. Жақындама, арақ. Айттым арақтыңдар, қара шатақты. Арақ алып көр, қаран арақ алып көр. Үлкендерді құратын олдар. Сен сөйлерде тұра бер, ереке, ер болады. Үлкен кісілерден баталсақ енді, алағалар. Ал, илахи әумин. Я Құдайым оңласын, құзырым қолдасын. Мына Бәкі атамның тараған ұрпақтарының алақан жайып отырған дендері сау болсын, өмір жылдары ұзақ болсын, істеген істері игілікті болсын, өліге иман берсін, тіріге береке берсін, арт жақсылығын беріп, сол кісілердің жасына жеткізіп, бала шағамызды тек қана жақсылықта басқосуға Алла насып етсін. Я Құдай, Бәкі атамның ұрпағына бақ берсін. Бақ берсе егер нақ берсін. Я жаратқан ем, бар жақсылығын Бәкі атаның ұрпағына, бар жақсылығын міне жазда берсін. Жазда берсе жазбай берсін. Жаздың шуақты күніндей, құлпырған гүліндей жарқыратып жайнатып берсін. Я жаратқан ем Бәкі атаның барлық ұрпағына, үлкенді кіші, ұл-қызы, кәрі құртаңы бәріне бар жақсылығын күзде берсін. Күзде берсе үзбей берсін. Не берсе де күздің молшылығындай молынан берекесімен берсін. Я жаратқан ем Бәкі атаның барлығын ұрпағына қыста берсін. Қыста берсе қыспай берсін. Қыстың әппақ кіршіксіз қарындай, мөлдір мұзындай жарқыратып жайнатып берсін. Я жаратқан ем бар жақсылығын көктемде берсін. Көктемде берсе көптей берсін. Көптей берсе Бәкі атаның ұрпағының барлығының
баланың көсегесін көгертіп, өсіріп, өндіріп, мына жерге қаптап шыққан шөптей берсін. Не берсе де қайырымен, берекесімен, молынан берсін. Аумин, Аллаху акбар. Білім саласында істеген көрінік балдар.